ислам қабылдағаннан кейінгі біздің халыққа енген дәстүрлер бар. Ислам қабылдамас бұрынғы біздің халыққа енген дәстүрлер бар. Ислам қабылдамас бұрынғы бірақ біздің дәстүрге енген мәдениеттер, ғұрыптар, әдеттердің барлығы шариғаттың шеңберінде сүзгіден өтеді. Яғни шариғат рұқсат берген дәстүрлер бар, шариғат рұқсат бермеген дәстүрлер бар. Шариғат рұқсат берген дәстүрлер біздің даламызда, біздің халқымызда қалды да, оның барлығы шариғатпен астасып, иманмен астасып кетті. Біздегі бесік той, я болмаса тұсаукесер, онда сүндет той, атқа отырғызу деген сияқты біреуі исламнан келген болуы мүмкін, біреуі исламнан бұрын да ұстануы мүмкін. Сонда екеуі белгілі бір дәрежеде бір-біріне тәуелді болады. Біз исламды жаңа қабылдаған халық емеспіз ғой. Біз исламды 11-12 ғасыр бойы ұстанып келе жатқан халықпыз. 11-12 ғасырлық тәлім тәрбиемізде, мәдениетімізде, ғұрпымызда, ұлттық этникалық білімімізде діннің, иманның дәрежесі сіңіп кеткен. Сондықтан бізде жеңгелеріміз қолынан бірдеме түсіп кетсе де бисмилля деп айтып қалуы, былай қарағанда күнделікті әдеттердің біріне жатады. Осы әдеттер дүние танымнан шығады. Бізде қазақта дәстүрлер я табиғаттан алынған, я шариғаттан алынған деген сөз бар ғой. Яғни белгілі бір тұрмыстан дәстүр шығады, және дүние танымнан дәстүр шығады. Сол иман менен дәстүр әрдайым егіз болады. Басқа бір халықтың егер дәстүрі келетін болса, бізге сөзсіз түрде мына дінге бағынбайтын универсальный, яғни бүтін әлем ұстанатын дәстүрлер бола беруі мүмкін. Туған күнді құттықтауда, я болмаса жаңа ұлттық мерекелер тойлауда, тәуелсіздік күнін деген сияқтыларды, ондай бір иман шарты қойылмайтын дәстүрлер, әдеттер кіріп кеткен болуы мүмкін. Бірақ қазақы дүние танымдағы дәстүрлердің көбі иманмен астасып жатыр.